Прәндік үйшік. Ертеде бір кедей отыншының Гензель деген ұлы, Гретель деген қызы болыпты. Олардың тұрмысы нашар болғандықтан тоя тамақ жей алмайды екен. Аш жататын күндері де көп болыпты. Бір күні балалар орманға шөпшек теруге барыпты. Біраз жүрген соң қалай адасып кеткендерін де байқамай қалыпты. Күн батып, орманның ішін қараңғылық басады. Гензель мен Гретельдің орманда түнегеннен басқа амалдары қалмайды. Таңертең ұйқыларынан оянған кезде ағаштардың арасындағы әсем үйшікті көреді. Олар үйге жақындап келген кезде таңырқағаннан ауыздары ашылып қалады. Үй тұтастай прәндік пен печенье кәмпиттерден жасалған екен. Нәр татпаған балалардың қарындары ашып, прәндіктің шетінен үзіп алып жеп қояды. Бұрын соңды бұндай тәтті жеп көрмеген екен. Дәмі тіл үйіреді. Кенет есіктен бір бүкір кемпір шыға келеді. Имектеле біткен ұзын мұрны кемпірді өте қорқынышты, ұсқынсыз етіп көрсетеді. Балалардың зәрелері ұшып, қорқып кетеді. Кемпір: «Маған қонаққа келдіңдер ме, балақайлар? Дұрыс болған екен, бері келіңдер, тәттілерден жеп, хош иісті шай ішіп алыңдар» дейді. Кемпірдің бұл сөздерінен кейін Гензель мен Гретель үйге кіреді. Сөйтсе бұл мыстан кемпір екен. Ол шап беріп Гензельді ұстап алады да ағаш торға қамап қояды. «Саған алдымен тамақ беріп, семіртемін де, кейін асықпай жеймін» деп қарқылдап күледі. Содан бастап күнде мыстан Гензельді тамақты көбірек же деп қыстайды. Ал Гретель үй шаруасына жегіп, бір сәтте тыным таптырмайды. Мыстан күн сайын Гензельдің саусағын ұстап көріп, қаншалық семіріп жатқанын тексеріп отырады. Гензель мыстанның көзі нашар көретінін байқап, саусағының орнына тауықтың сүйегін ұсынып жүреді. Мыстан сүйекті ұстап көріп, баланың жүдеулігінен налиды екен. Мыстан кеш түскен сайын сандықтағы қазынасын шығарып, дір-дір еткен қолдарымен меруерт пен лағылдарын санап, шиқылықтап күледі. Бір күні Гретель мыстанды алдап соғудың амалын ойлап табады. Қыз от жағып, пешті әбден қыздырып алады да, бар даусымен: «Ой, ана ергежейлі сандықтағы барлық қазынаны ұрлап әкетті, жаңа ғана пешке кіріп кетті» деп айғай салады. Ашуға булыққан мыстан пешке тұра ұмтылады. Осы кезде Гретель бар пәрменімен оны отқа итеріп жібереді де пешті ауыр қақпақпен жауып бекітіп тастайды. Отқа күйген мыстан баж-баж етіп қатты бақырады. Ақыры ол дымы қалмай жанып күлге айналады. Гретель Гензельді тордан шығарып алады. Екеуі мыстанның асыл қазынасын алып қашып кетеді. Біраздан соң бұларды іздеп шарқ ұрған әкелері кез болады. Бір-бірімен аман-сау қауышқан олар үйлеріне қайтып, бақытты да бақуатты өмір сүріпті.